2004 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен құрылған еңбекті қорғау жөніндегі ғылыми зерттеу институты еңбекті қорғауды басқарудың ұлттық жүйесінің әзірлеушісі болып табылады. Институт ғалымдары еңбекті қорғау саласында 85 ғылыми бағдарламаны іске асырды. 1000-нан астам ғылыми еңбек жарияланды. Сонымен бірге олар кәсіптік тәуекелдерді бағалау әдістемесін қоса алғанда 50 жобаның авторлары болып табылады. Институт еліміздің барлық өңірлерінде филиалдардың кең желісіне ие және Астана қаласында 3 ірі орталық жұмыс істейді. Кәсіби құзыреттер орталығы оқыту және біліктілікті арттыру бойынша қызмет көрсететін кәсіби құзыреттілікті дамыту орталығы. Дәріскерлер құрамына заңнамалық актілерді әзірлеуге қатысатын министрліктер мен ведомстволардың жетекші мамандары, мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының мамандары кіреді. Стандарттау және еңбекті нормалау орталығы еңбек жөніндегі нормативтер мен еңбекті қорғау жөніндегі стандарттарды әзірлеу және қайта қарау бойынша қызметтер көрсетеді. Кәсіптік тәуекелдерді бағалау орталығы өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды жүргізу жөніндегі қызметтер көрсететін және заманауи талдамалық жабдықтар, аспаптар мен жарақтандырылған аккредиттелген сынақ зертханасы бар. Институт экономиканың әртүрлі салаларындағы ірі компаниялармен ынтымақтас байланыста. Біздің тұрақты клиенттеріміз мұнай, газ, энергетика, тау-кен, металлургия салаларының ірі кәсіпорындары болып табылады. Институт АПОШ халықаралық Азия-Тынық мұхиты еңбекті қорғау және қауіпсіздік қауымдастығының мүшесі болып табылады және жетекші халықаралық ғылыми және білім беру ұйымдарымен ынтымақтасады. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің еңбекті қорғау жөніндегі Республикалық ғылыми зерттеу институты ынтымақтастыққа шақырады.